Гүлжан 45-ке келгенде өзін өмірден көп нәрсе күтіп тұрған адам емес. Керісінше, өмірдің ауыр сынағынан өтіп, енді тек балалары үшін ғана тыныстап жүрген әйелдей сезінетін. Күйеуі Нұрбақыт қайтыс болғанына 5 жыл болған. Бірақ үйдің төрінде ілулі тұрған суретке қараған сайын, Гүлжанның жүрегі әлі де сыздап кететін. Сен кеткен соң бәрі өзгерді, Нұрбақыт, деп сыбырлайтын ол кей түндері. Үй толы бала болса да, кейде жаным тым жалғыз. Нұрбақыт екеуінің 3 баласы бар еді. Үлкені Ерболат, 22-де. Мінезі тұйық, әкесінен кейін ерте есейіп кеткен. Ортаншысы Фариза, 19-да. Анасына жаны ашығанмен кейде қатқыл сөйлеп қоятын. Кенжесі Сымбат, 14-те. Әкесін сағынып жиі жылайтын нәзік қыз. Гүлжан күнді жұмыс істеп кешке үйге шашап келетін. Ауылдағы шағын тігін цехында еңбек ететін. Қолынан іс келетін, мінезі жұмсақ, сөзі салмақта ел болатын. Бірақ ауыл адамдары оны әлде жесір әйел деп атайтын. Бір күні цехқа жаңа тапсырыс әкелген жігіт келді. Ұзын бойлы, жүзі жылы, көз ашық. Есімі Айдос. Сәлеметсіз бе апай? Маған мына формаларды тіктіріп беруге бола ма? Деді ол сыпайы ғана. Гүлжан басын көтеріп қарады. Болады балам, қашанға керек? 1 апта ішінде болса жақсы еді. Балам деген сөз Айдостың жүрегіне біртүрлі тиді. Ол күлімсіреп, мен соншалықты жас көрінемін бе? Деді. Гүлжан ыңғайсызданып қалды. Жоқ, олай емес, жай ғана әдет қой. Айдос күлді. Сол күлкі Гүлжанның ұзақ уақыттан бері мұз болып қатқан көңіліне бір сәуле түсіргендей болды. Сол күннен бастап Айдос цехқа жиі келетін болды. Бірде тапсырыс сұрайды, бірде матаның түрін ақылдасады, бірде жай ғана амандасып кетеді. Гүлжан алғашында мән бермеді, бірақ бір күні Айдос: сіз шаршаған сияқтысыз, шай ішіп алыңыз, деп үстеліне ыстық шай қойып кеткенде жүрегі шымете қалды. Көп жылдан бері оған ешкім дәл осылай қамқорлық жасамаған еді. Айдос 30 жаста еді. Қалада оқып кейін ауылға оралған. Әкесінен ерте айырылған, анасы Айжан екеуі ғана тұратын. Мектепте дене шынықтыру пәнінен сабақ беретін. Ол Гүлжанның сабырлы мінезін, көзіндегі мұңды, бірақ ішіндегі мықтылықты бірден байқаған. Басқа әйелдерде көп сөйлемейді, өзін көрсетпейді, бірақ жүрегінде үлкен бір әлем бардай көрінетін. Бір күні кешке цехтан шыққан Гүлжан аялдамада автобус күтіп тұрған. Күн салқын, жел бетін қарып барады. Сол кезде қасына Айдос келіп тоқтады. Гүлжан апай, үйіңіз алыс па? Мен жеткізіп салайын. Жоқ, рахмет, өзім барам. Кеш болып қалды ғой. Гүлжан үнсіз қалды. Айдос оның жауабын күтпей есікті ашты. Қорықпаңыз, мен жаман адам емеспін. Осы сөзге Гүлжан еріксіз күліп жіберді. Жаман адам өзін ешқашан жаманмын демейді ғой. Дұрыс айтасыз, бірақ мен сізге жамандық жасамаймын. Жол бойы екеуі көп сөйлемеді, бірақ сол тыныштықтың өзі жылы еді. Үйге жеткенде Гүлжан көліктен түсіп жатып: рахмет Айдос. Ештеңе етпейді, сізді тағы да жеткізіп тұруға болады. Гүлжан бірден қабағын тиді. Жоқ, олай болмайды. Неге? Ауыл ғой, сөз көбейеді. Айдос оған тік қарады. Адамдар бәрібір сөйлейді, сіз ештеңе істемесеңіз де сөйлейді. Гүлжан жауап бере алмады. Сол түні ол ұзақ ұйықтай алмады. Нұрбақыттың суретіне қарап: мен сені ұмытқан жоқпын, бірақ жүрегім тірі екен, деді, көзіне жас алып. Айдостың Гүлжанға деген ықыласы күн өткен сайын анық байқала бастады. Ол енді жасырмайтын, көзімен іздейді, жоғса амандасып қана қоймай, халін сұрайды. Бір күні Ерболат анасының телефонына келген хабарламаны байқап қалды. Үйге аман жеттіңіз бе? Шаршамаңыз, Айдос. Ерболаттың жүзі өзгеріп кетті. Мама, бұл кім? Гүлжан сасып қалды. Жұмыстан таныс жігіт. Жігіт, неге саған хабарлама жазады? Ерболат, сен неге олай сөйлейсің? Әкемнің орны суымай жатып. Бұл сөз Гүлжанның жүрегіне пышақтай қадалды. Әкеңнің қайтқанына 5 жыл болды балам. Маған бәрібір, сен біздің анамызсың. Ел не дейді? Фариза да ағасына қосылды. Мама, сізге не жетпейді? Біз бармыз ғой. Гүлжан үнсіз жылады. Балалары оның әйел екен, жүрегі бар адам екенін түсінгісі келмеді. Олар үшін ана тек ана болу керек еді. Сағынбайтын, мұңаймайтын, бақыт іздемейтін адам сияқты. Тек Сымбат анасының қасына келіп, қолынан ұстады. Мама, сіз жыламаңызшы. Гүлжан қызын құшақтап: мен ештеңе істеген жоқпын қызым. Тек бір адам маған жақсы қарады, деді. Бірақ сол күннен кейін үйдің ауасы суып кетті. Ерболат анасына сирек сөйлейтін болды. Фариза қабағын ашпады. Гүлжан Айдосқа хабарласуды тоқтатты. Айдос бірнеше күн күтті, кейін цехқа келді. Мен сізді ренжітіп алдым ба? Гүлжан көзін төмен түсірді. Айдос, біз араласпай-ақ қояйық. Неге? Сен жассың, менің 3 балам бар, мен жесірмін. Сенің алдында бүкіл өмірің жатыр. Айдос ауыр күрсінді. Ал сіздің өміріңіз бітіп қалды ма?
Гүлжан жауап бере алмады. Айдос үйге көңілсіз келетін болды. Анасы Айжан баласының өзгергенін бірден байқады. «Бір қыз бар ма?» деді ол шай құйып отырып. Айдос үндемеді. «Үндемегенің бар дегенің?» «Апа, ол қыз емес, әйел адам». Айжан баласына таңырқай қарады. «Тұрмыста болған ба?» «Иә, күйеуі қайтыс болған. 3 баласы бар». Айжан біраз үнсіз отырды. Сосын: «Жасы нешеде?» «45-те». Айжан қолындағы кесесін ақырын қойды. «Сен 30-дасың, Айдос». «Білемін». «Ел не дейді?» «Ел менің өмірімді сүрмейді ғой, апа». Айжан баласына ұзақ қарады. Оның жүзінен қыңырлық емес, шынайы сезім көрді. «Сен оны аяп жүрсің бе, әлде сүйіп жүрсің бе?» Айдос еш ойланбады. «Сүйіп жүрмін». Бұл сөз Айжанның жүрегін дір еткізді. Баласының көзінен өзі бұрын көрмеген отты көрді. «Онда асықпа, әйелдің жарасы терең болады. Жесір әйелдің жүрегіне кіру оңай емес, ал кірсең жаралама». Айдос анасының қолын ұстады. «Мен оған жамандық жасамаймын». Айжан ауыр күрсінді. «Сен емес, балам. Бұл өмірдің өзі кейде жамандық жасап қояды». Көп ұзамай ауылда сөз тарады. Гүлжан жас жігітпен жүр екен. «Ұят-ай, 3 баласы бар емес пе? 45-інде махаббат іздеп жүр ме?» Бұл сөздер Гүлжанның құлағына жетпей қалған жоқ. Дүкенге кірсе, әйелдер сыбырласатын. Көшеде өтсе, біреулер бұрылып қарайтын. Бір күні көршісі Айжан емес, басқа Айжан есімді ауыл әйелі есіктің алдына келіп: «Гүлжан, сенен мұндайды күтпеп едім» деді. «Қандайды?» «Ел айтып жүр ғой, жас жетпен». Гүлжан алғаш рет ашуланды. «Менің өмірімді ел сүріп бере ме?» Көрші әйел сасып қалды. «Жоқ, бірақ күйеуім қайтыс болғанда да ел сөйледі, балаларымды жалғыз асырағанда да ел сөйледі. Пеналғанда еш қайсысы келіп манымды бөліскен жоқ. Енді мен бір ауыз жылы сөз естісем, соғанда ел ие бола ма?» Көрші әйел үндемей кетіп қалды. Сол күні кешке Ерболат үйге ашулы кірді. «Мама, жұмыста адамдар маған қарап күледі. Осыны тоқтатыңыз». «Нен тоқтатамын?» «Сол Айдос дегенді». «Ерболат, мен сенің анаңмын, бірақ мен тірі адаммын. Әкемді ұмыттыңыз ба?» Гүлжан орнынан тұрды. «Әкеңді ешқашан ұмытпаймын, бірақ сендер менің жалғыз жылаған түндерімді көрген жоқсыңдар. Сендер ұйықтап жатқанда мен таңға дейін тігін тіктім. Сендердің оқуларың үшін, киімдерің үшін, дастархандарың үшін мен 5 жыл бойы өзімді ұмыттым. Енді бір адам маған шаршамаңыз десе, мен соншалықты кінәлімін бе?» Ерболат алғаш рет үндемей қалды. Фариза анасына ең қатты қарсы болғандардың бірі еді. Себебі ол әкесін ерекше жақсы көретін. Әкесінің орнына басқа ер адамның келгенін елестете алмайтын. Бірақ бір күні Фариза жұмыстан қайтып келе жатып, анасының цехта жалғыз отырғанын көрді. Сағат кешкі 10 еді. Гүлжан көзілдірігін киіп, шаршаған қолмен мата тігіп отыр. «Мама, сіз әлі осындасыз ба?» Гүлжан шошып кетті. «Қызым, сен не қып жүрсің?» «Сізді алып кетейін деп келдім». Фариза анасының қолына қарады. Саусақтары ісіп біткен, ине кірген жерлері қызарып тұр. «Осынша неге қиналасыз?» Гүлжан жымиюға тырысты. «Сендердің қамдарың ғой». Фариза үнсіз жылады. «Біз сізді түсінбей жүрміз бе?» Гүлжан қызын құшақтады. «Сендер жассыңдар, әкеңді сағынасыңдар, мен сендерді кінәламаймын. Бірақ сіз де адамсыз ғой, мама». Осы сөз Гүлжанның жүрегін елжіретті. Сол күні Фариза алғаш рет Айдос туралы сабырмен сұрады. «Ол сізге шынымен жақсы қарай ма?» Гүлжан ұялып қалды. «Білмеймін, қызым, мен өзім қорқамын». «Неден?» «Бақыттан. Бір рет жоғалтқан адам қайта бақытты болуға қорқады екен». Фариза анасының қолын қысып: «Мен сіздің жылағаныңызды емес, күлгенімізді көргім келеді», деді. Ерболат әлі де Айдосты қабылдай алмады. Бір күні ол мектептің спорт алаңына барып, Айдоспен сөйлеспек болды. Айдос балаларға жаттығу жасатып жүр екен. Сабақ біткен соң Ерболат қасына келді. «Сөйлесейік». Айдос сабырмен бас изеді. «Тыңдап тұрмын. Менің анамнан аулақ жүрміз». «Неге?» «Себебі ол менің анам. Сіз оған лайық емессіз». Айдос ашуланбады. «Мүмкін, бірақ мен оны сыйлаймын. Сіз жассыз, ертең жалығасыз, ал анам тағы жылайды». Бұл сөз Айдосқа ауыр тиді. «Сен анаңды қорғағың келеді. Мен оны түсінемін. Бірақ кейде қорғау деген адамның бақытын тартып алу емес». Ерболат жұдырығын түйді. «Сіз менің әкемнің орнын баса алмайсыз». «Мен ондай ойым жоқ. Сенің әкеңнің орны бөлек. Мен тек анаңның жүрегін ауыртқым келмейді». Ерболат не дерін білмей қалды. Сол кезде Айдос сөзін жалғады. «Егер бір күні анаң мені таңдаса, мен сендерді де сыйлауға тырысамын. Ал егер таңдамаған болса, мен оны мазаламаймын. Бірақ шешімді сен емес, Гүлжан апайдың өзі қабылдауы керек». Ерболат алғаш рет Айдосқа басқа көзбен қарады. Оның сөзінде жеңілтектік жоқ еді. Гүлжан үй жинап жүріп, ескі сандықтың ішінен Нұрбақыттың бір хатын тауып алды. Ол хатты күйеуі ауруханада жатқанда жазған екен. Бірақ Гүлжан оны бұрын көрмеген. Хатта былай деп жазылыпты:
Гүлжаным, егер мен бұл өмірден ерте кетсем, сен жалғыз қалдым деп ойлама. Балаларымыз бар, бірақ олар өскен соң өз өмірімен кетеді. Сен өзіңді ұмытпа. Мен сені бақытсыз болып өтсін деп сүйген жоқпын. Егер бір күні жүрегіңе жақсы адам жолықса, қорықпа. Менің орнымды ешкім баспайды. Бірақ сенің күлкіңді қайтаратын адам болса, одан қашпа. Гүлжан хатты оқып отырып, өксіп жылады. Нұрбақыт, сен бәрін сезген екенсің ғой. Сол кеште ол балаларын дастархан басына жинады. Хатты Ерболатқа берді. Ерболат оқып шыққанда көзі қызарып кетті. Фариза үнсіз жылады. Сымбат анасының иығына басын қойды. Әкем өзі рұқсат бергендей ғой, деді Сымбат сыбырлап. Ерболат хатты бүктеп анасына қайтарды. Мама, мен сізді жоғалтып алудан қорықтым. Әкемнің орны өшіп кетеді деп ойладым. Гүлжан баласының бетінен сипады. Әкеңнің орны ешқашан өшпейді балам. Ерболат ауыр күрсінді. Егер ол сізді шынымен сыйласа, мен қарсы болмаймын. Бірақ мен оны әлі сынаймын. Гүлжан көз жасымен күліп жіберді. Айдос Гүлжанға сезімін ашық айтты. Мен сізбен өмір сүргім келеді, бірақ сіз дайын болмасаңыз, күтемін. Гүлжан көзін төмен түсірді. Айдос, сенің жасың 30-да. Сен өзімнен жас қызға үйленіп бала сүйе аласың. Ал менің 3 балам бар. Менің өткен өмірім бар. Мен сіздің өткеніңізден қорықпаймын. Ал болашағымнан ше, мен саған бала туып бере алмауым мүмкін. Менің жасым... Айдос сөзін бөлді. Мен әйелді тек бала үшін сүймеймін. Мен сізді жаным тыныш тапқаны үшін сүйемін. Гүлжанның жүрегі дір етті, бірақ ауыл тыныш қалмады. Айдостың анасы Айжанға да сөз жетті. Кейбір туыстары. Балаңды тоқтат. 3 баласы бар жесір әйелге үйленсе, өмірі қор болады деді. Айжан алғашында үндемеді, бірақ бір күні бәріне былай деді. Баламның бақытын елдің өсегіне айырбастамаймын. Гүлжан жаман әйел емес, жесір болу кінә емес. Бұл сөз Айдосқа үлкен демеу болды. Гүлжан да ақыра шешім қабылдады. Ол Айдосқа: мен қорқамын, бірақ сенен емес, елден емес, өзімнен қорқамын. Бақытқа ирене алмай қалам ба деп қорқамын. Айдос оның қолын ұстады. Иренеміз бірге. Айдос пен Гүлжан үлкен той жасаған жоқ. Тек жақын адамдарды шақырып, қарапайым дастархан жайды. Ауылдың бір бөлігі әлі де сез қылды. Бірақ бұл жолы Гүлжан бұрынғыдай сынбады. Ерболат дастархан басында орнынан тұрды. Мен алғашында қарсы болдым, себебі анамды ешкімге қимайтынмын. Бірақ анамның да бақытты болуға құқы бар екенін кеш түсіндім. Айдос аға, анамды жылатпаңыз. Айдос орнынан тұрып, уәде беремін деді. Фариза анасына ақ орамал сыйлады. Бұл сіздің жаңа өміріңізге ақ тілек болсын, мама. Сымбат Айдостың қасына келіп, мен сізді бірден әке дей алмаймын, бірақ сіз анамды күлдірсеңіз, мен сізді жақсы көремін деді. Айдостың көзіне жас келді. Маған соның өзі жеткілікті. Жылдар өте Гүлжанның үйінде қайтадан күлкі көбейді. Айдос балаларға әке болуға тырыспады, бірақ сенімді дос, қамқор аға бола білді. Ерболат онымен ақылдасатын болды. Фариза анасының өзгергенін көріп қуанды. Сымбат бір күні байқамай, Айдос әке, мына есепті түсіндіріп жіберіңізші деп қалды. Сол сәтте бәрі үнсіз қалды. Айдос та, Гүлжан да, Сымбаттың өзі де. Сосын Гүлжан көз жасын сүртіп күлімсіреді. Өмір кейде адамнан ең қымбат нәрсесін алып қояды, бірақ кейде сол жараның орнына жаңа үміт сыйлайды. Гүлжан Нұрбақытты ұмытқан жоқ. Оның орны жүрегінде мәңгі қалды. Бірақ ол енді өткеннің көлеңкесінде емес, бүгінгі күннің жарығында өмір сүре бастады. Ал ауылдың сөзі бірте-бірте басылды. Себебі уақыт өте келе адамдар да түсінді. Жесір әйелдің бақытты болуы ұят емес. Жүректің қайта тірілуі күнә емес. Ал шынайы махаббат жасқа да, елдің сөзіне де қарамайды. Гүлжан бір күні таңғы шай үстінде Айдосқа қарап, мен сені кездестірген күні өмірім қайта басталғанын білмеппін деді. Айдос жымиып, ал мен сізді көрген күні өз үйімді тапқанымды сездім деді. Гүлжан терезеден түскен таңғы жарыққа қарады. Оның жүзінде бұрынғы мұң бар еді, бірақ енді ол мұңның жанында тыныштық, үміт және бақытта бар болатын. Осы оқиға сізге қандай ой салды? Осындай жағдайда сіз не істер едіңіз? Пікіріңізді міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіз. Сіз үшін Гүлжанның шешімі дұрыс болды ма? Әлде балаларын ойлап, жалғыз қалғаны жөн бе еді? Осындай өмірден алынған әсерлі әңгімелерді жіберіп алмау үшін арнамызға тіркеліп, бейнен аса лайк басуды ұмытпаңыз. Бұл бізге жаңа тағылымды оқиғаларды сіздер үшін жиі дайындауға үлкен қолдау болады. Ал сіз қай қаладан көріп отырсыз және жасыңыз қаншада? Комментарийде жазып кетіңіз, бірге пікірлесейік. Келесі әсерлі әңгімеде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.